Қара брокерлердің жасырын айлалары сізді CFD брокер арқылы қалай алдап жатыр? Мен Олжан Маратқызы, Қазақстандағы ең алғашқы халал трейдинг эксперті. Дәл қазіргі уақытта сізге Қазақстандағы ең актуалды глобалды мәселе осы CFD брокерлер арқылы адамдар қандай айлаларға түсіп қалып жатыр, неге алданып қалып жатыр, қандай тәуекелдерге барып жатыр. Оның арты өте үлкен бір жаңағыдай қайғылы оқиғаларға алып жатыр. Неге және де жалпы сіз нарықтан табыс тапқыңыз келсе, биржада дұрыс түрмен қалай айналысу керек, соны ашып көрсететін боламын және айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Енді нарықта бізде екі түрлі типті брокер бар. Біріншісі реал брокер, екіншісі CFD брокер. Реал брокерлер, яғни олай шынайы делдалдар, біз брокерлерді делдалдар деп айтамыз. Яғни олар шын мәнінде қор нарыққа, яғни Америка нарығымен сауда-саттық жасайтын болсаңыз, сол қор нарыққа тікелей шығып, сізге құнды қағазды шынайы түрде иелік етіп алып беретін болады. Және де сіз қазіргі уақытта онлайн ғой, бұрындары мысалы Америка қор нарығында жаңа онлайн емес уақыттарда тікелей қолма-қол құнды қағаз кәдімгі доллар сияқты болған, сол доллар сияқты қолмен-қол алып сатылған. Дәл қазіргі уақытта енді заманның талабына сай онлайн түрде өткенмен, онлайн түрде де құнды қағаздарды шынайы түрде иелік етуге болады. Ол мүмкіндікті сізге реал брокерлер жаңағыдай бере алады. Реал брокерлер сіз Қазақстанда отырып Америка қор нарығында мысалы Tesla компаниясының, Apple компаниясының акциясын алатын болсаңыз, шынайы нарыққа шығып, сол компанияның қандай да бір құнды қағазын, яғни кішкене болса үлесі, яғни құнды қағаз деген сөз сол компанияның үлесі. Сіздерге не істейді? Алып береді және де ол құжат түрінде көрсетіледі. Және де реал брокерлердің артықшылығы, олар міндетті түрде біздің Қазақстаннан да және Америкадан, Америка биржасынан да қандай да бір лицензиялардан өтіледі және де олар қауіпсіз болып табылады. Міне шынайы түрде реал брокерлердің шынайы делдалдығы осында. Енді мынау CFD брокерлер, харам жолмен сауда-саттық жасап жүргендер, олардың айлалары қалай? Неге шынайы түрде нарыққа шықпайды және де реал брокерден айырмашылығы неде? Және де CFD брокермен сауда-саттық жасаған адамдар неге алданып жүр? Соны ашып көрсететін боламын. CFD брокер дегеніміз екінші типті брокер, яғни ол ешқандай да делдал емес. Брокер, жалпы брокер деген дүние, ол делдал деген мағына, яғни сіз бен нарықтың арасындағы жаңағы айтқандай қарым-қатынасты ұйымдастырып беруші, былайша айтқан кезде ұйым десек те болады. Сол ұйым екінші типі осы CFD форматта болады. CFD форматтың түбінде ешқандай нарыққа тікелей шығу дүниесі жоқ. Яғни сіз егерде CFD брокерлермен сауда-саттық жасайтын болсаңыз, онда сіз ешқандай да құнды қағазды алып жатқан жоқсыз. Себебі олар мына қор нарықпен тікелей қарым-қатынаста жұмыс жасамайды. Сізге шын мәнінде сол құнды қағаздарды алып сатып жатырмын деп айтасыз ғой, мысалы биржамен айналысып жатырмын, трейдингпен айналысып жатырмын. Мысалы Apple компаниясына сіздер танитын болғандықтан осы жиі компанияларды айтамыз. Tesla компаниясының акциясын алдым, сол акциясы арқылы табыс тауып жүрмін дейтін болсаңыз, егер сіз CFD брокермен сауда-саттық жасайтын болсаңыз, онда сіз ешқандай да жаңағыдай акцияға иелік етіп жатқан жоқсыз. CFD брокерлердің, харам брокерлердің айласы осында. Яғни қор нарықтағы қозғалысты сізге сол қор нарықпен бірдей көрсету арқылы, бірақ қор нарыққа жаңағы айтып кеткенімдей тікелей шығып, сізге шын мәнінде акцияларды иелік етуге мүмкіндік бермей-ақ сауда-саттық жасау мүмкіндігін береді, бірақ шын мәнінде олар шынайы делдал емес, себебі ешқандай да қор нарыққа шығып акцияны сізге алып бермейді. Бұл харам, харамнан бөлек сіз өзіңізді алдап жүрсіз. Яғни мен биржамен, қор нарықпен сауда-саттық жасап жүрмін, Тесланың, Apple'дың ақшасын сатып алдым деп ойлайсыз және де солай өзіңізді алдаудасыз. Себебі сіз қор нарықтан шынайы түрде акцияларды, құнды қағаздарды сатып жатқан жоқсыз. Бұл CFD брокерлер көп жағдайда осы қор нарықтарда, например, сіздер көпке танымал Capital.com, Exness, Juno Trade деген сияқты брокерлер қолданса, Forex нарығындағы, қазір біздің Қазақстандағы тренд болып жатырған хаузити нарығы, сол нарықта да кілең CFD брокерлер жаңағыдай қолданылады және солар арқылы сауда-саттық жасайды. Енді өзіңіз ойланып көріңізші. Сіз сауда, ол жалпы, түбінде бір дүние бар, сол дүниені сатып алып сататын болсаңыз, онда саудамен айналысым деп айта аласыз. Жарайды, заманның талабына сай кейбір кісілер айтады, сіз жаңағыдай ол да онлайн сауда-саттық қой деген дүние сияқты. Бірақ онлайн түрде сауда-саттық болған күнде де
бір сауданың түбінде бір дүние болу керек. Ол егер биржада болса, қандай да бір актив. Ол қор нарықта болатын болса, ол құнды қағаздарды шынайы иелік ету. Егер ол жаңа алтынның нарығында болса, ол не физикалық түрде қолыңызға алтынды ұстамағанмен шынайы түрде құжат түрінде сіз не істеу, оны алтындарды иелік ету. Криптовалюта нарығында болса, монеталары шынайы түрде иелік ету. Заманның талабына сай біздің жалпы ислам дініміз, шариғатымыз ондай бір дүниелермен мүлдем айналыспа. Заманның жаңа ағымнан соңында қал деп айтпайды. Тек қана бұл жердегі айтылып жатырған дүние шын мәнінде ол жерде актив болса, онлайн түрде болса да, сіз оны иелік ететін болсаңыз, онда біздің шариғатымыз рұқсат береді. Сондықтан реал брокерлермен ғана сауда-саттық жасау, ол шынайы сауда-саттыққа жатады. Ал CFD брокерлердің айласы жаңағы жалғандығы, өтіріктігі, олар нарыққа шықпайды. Жаңағыда айтқандай биржадағы қозғалысты сізге тікелей көрсетеді. Сізге былайша айтқан кезде акция өседі, құлайды, яғни құнды қағаз Tesla компаниясының құнды қағазы өседі, құлайды деген жалған бір өзіңізді алдау ғой, былайша айтқанда өзіңізді алдау арқылы сауда-саттық жасап, ставкамен айналысу мүмкіндігін береді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, CFD брокерлер мысалы акция нарығында болса 20 есе сізге leverage, яғни өз ақшаңызды көбейту мүмкіндігін береді. Алтынның нарығындағы, форекс нарығындағы CFD брокерлер 100 есе ақшаңызды көбейту мүмкіндігін беріп, сол арқылы сауда-саттық жасауға не істейді, сізге жағдай жасайды. Сіз енді ойланыңызшы, қайдағы ақшалар? Мысалы брокер сізге кредитный плечо беріп жатса, leverage, маржа деп әртүрлі типті айтылады, бірақ олардың логикасы бір. Яғни сізге пайыз, жаңағыдай ақшаның үстіңізден сізге не ақшаңызды көбейтіп, көбірек үлкен жаңағыдай ақшамен сауда-саттық жасау мүмкіндігін беріп жатыр. Енді сіз ойлаңыз, ол қанша жерден капиталы үлкен, брокер болғанымен сізге, маған, қазақстандық миллиондаған адамға, әлемдік миллиондаған, миллиардтаған адамға әрбір ақшасының үстінен 100 есе көбейтіп бере беретін болса, 20 есе көбейтіп бере беретін болса, мысалы $1000 салып, оны жаңағыдай 20 есе көбейтіп $100,000 сауда-саттық жасау мүмкіндігін бере берсе, онда брокер ол ақшаны қайдан алып жатыр? Жалпы шын мәнінде ол жаңағыдай кредитті, leverage, маржаны қолданған кездегі ақшалар шынайы беріліп жатырған, брокер тарапынан шынайы белгілі беріліп жатырған ақшалар ма? Тек қана ол бір ауа ма? Осы нәрсені егерде сіз CFD брокермен айналысып жүрген болсаңыз, ойланып көріңіз, және де бұның артында осы маржаларды, кредитный плечоларды, жаңағыдай леверендждарды қолдану арқылы адамдар өте үлкен рисктерге барып, өте үлкен жаңағыдай тәуекелдіктерді алудың арқасында өте үлкен жаңа жоғалтуларға не істеп жатыр, алып келіп жатыр. Яғни CFD брокерлердің айласы нарыққа ешқандай тікелей шықпайды. Тек қана сізге қорытынды нарықтағы баға қозғалысын беру арқылы сізге алдамшы түрде биржамен сауда-саттық жасап жатырсың деген эмоция мүмкіндікті беріп, ставкамен жаңағы айналысу мүмкіндігін сізге сыйлайды. CFD брокерлердің 20 есе, 100 есе беріліп жатқан leverage-дары, кредиттері, маржалары шынайы түрде беріліп жатыр ма? Ол қайдағы бітпейтін ақша Қазақстан бойынша, әлем бойынша трейдерларға шексіз мүмкіндікті беретіндігін, және де сіз сол CFD брокерлерді қолдану арқылы жаңағыдай кредитный плечоларын қолдану арқылы шынайы нарықпен айналысып жүрсіз ба, не болмаса өзіңізді алдап, ставкамен, казиномен айналысып жүрсіз ба, осыны ойланып көрсеңіз болады. Әрине CFD брокерлер өздерін жаңағыдай жасырын түрде ұстамайды. Кез келген сауатты нарықпен тікелей түрде айналысамын деген әрбір трейдерға, әрбір инвесторға олар хабарлап айтады. Сіздің қолданайын деп жатырған брокеріңіз ол CFD брокер. Не болмаса сіздің қолданайын жатқан брокеріңіз реал брокер екендігін дәл қазіргі уақытта ақпараттық заманда толыққанды айырып, оны қарау мүмкіндігі бар. Дәл осылай сіз нарықта, жалпы биржа әлемінде трейдингпен айналысып, олардың халал түрлерін қалай жасайды, не болмаса ұзақ мерзімді инвестицияны қалай жасау керек, осы брокерлерді қалай ажыратуға болады, жолдарын толыққанды көріп, үйреніп, танысқыңыз келсе, және де халал харамдығын ажыратқыңыз келсе, мен сізге арнайы тегін 3 күндік мини курс дайындап қойдым. Сол мини курсқа қатысып, осы халал харам, неге халал харам, не үшін CFD
брокерлерді жаңағыдай қолдануға болмайды, олардың толыққанды айлалары қалай болып жатыр, олардың қауіптілігі қалай, жалпы реал брокерлермен, қандай реал брокерлермен сауда-саттық жасауға болады, шынайы түрде нарықпен, шын мәнінде мен биржамен саудамен айналысып жатырмын деп айтатындай саудамен қалай айналысуға болады жолдарын барлығын ашып көрсетіп қойдым. Ол үшін осы видеоның соңына түсіп, ссылка арқылы сол мини-курсқа қатыссаңыз болады. Сізге сәттілік. Менің парақшама жазылып алуды ұмытпаңыз, себебі мен биржа, трейдинг, инвестиция әлемі бойынша сізге көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын.